пеленканы да алсаңыз болады. Артқы жақты тек байлап қоясыз. Босанғаннан кейін жатыр әлі үлкен болады. Опақ жағын алды жаққа жіберу керек те. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бұл видеода қыздар біз босанған әйелдің қалай ішін байлауы керек, сол туралы сөйлесетін боламыз. Қыздар, халықаралық рекомендацияларға жүгінетін болсақ, олар босанған әйел ішін босанғаннан кейін байламағаны дұрыс деп жатады. Неге? Өйткені егер де сіз босанғаннан кейін бірден ішіңізді байлап тастайтын болсаңыз, онда сіздің ішіңіздің алдыңғы жағында орналасқан бұлшық еттердің бұрынғы өзінің қалпына келу процесі ұзағырақ болады екен. Және де қыздар, босанған әйелдің жатыры ұзақ уақыт бұрынғы өзінің қалпына келеді. Яғни егер де сіз босанғаннан кейін бірден ішіңізді қатты қылып байлап тастайтын болсаңыз, сіз жатырыңызды да қысып тастауыңыз мүмкін. Бірақ қыздар, кейде ішті байлау керек болуы мүмкін. Мысалға, егер де босанған әйелдің бел ауыратын болса, немесе әйел жүктілік барысында симфизитпен жүрген болса, және де жүріп тұруы қиын болса, ондай жағдайларда ішті байлауға болады. Сондықтан қыздар, босанғаннан кейін ішіңізді байлайтын болсаңыз, жатырды қысып тастамайтындай қылып байлағаныңыз дұрыс. Ал енді қыздар, босанған әйел қалай ішін дұрыс байлауы керек екенін білгілеріңіз келсе, онда бұл видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар. Перзентханада ішті байлау үшін кез келген пеленканы да алсаңыз болады. Балаларды орайтын пеленка да болуы мүмкін, немесе орамал, шарф болуы мүмкін, кез келген ХБ материал болуы мүмкін. Осындай қылып жасап аласыз. Және де бұл мата сіздің ішіңіздің астыңғы жағынан өтуі керек. Артқы жақты тек байлап қоясыз. Және де мына мата сіздің ішіңіздің астыңғы жағынан өтуі керек. Бұлай үстін ол қысып байлап тұрмау керек. Астыңғы жағынан өту керек. Және де сіз байлап болғаннан кейін өзіңізге керекті мөлшерде қысасыз. Одан кейін жатырыңызды алып, босанғаннан кейін жатыр әлі үлкен болады, қолыңызға сезіледі, яғни жатырды алып, мына байлаған жеріңіздің үстіне қойып қойыңыз керек, қыздар. Осылай жүре берсеңіздер болады. Екінші момент, қыздар, бандаж. Босанғаннан кейін бандаж тағу керек па, керек емес па? Және де кейде айтып жатады, бандажды мысалға сіз жүктілік кезінде осылай тағасыз. Мынау мысалға бандаж деп елестететін болсақ, бандаждың жалпақ жағы арт жағыңызға кетеді. Және де ол алға қарай былай іштің астына былай жабыстырып қояды. Бандаж жүктілік кезінде осылай тағылады. Бірақ кейбір рекомендацияларда босанғаннан кейін керісінше бандаждың жалпақ жағын алды жаққа жіберу керек те, артқа қарай жабыстыру керек дейді. Ол дұрыс емес, қыздар. Бандаж босанғаннан кейін де жүктілік кезінде қалай тағасыз, дәл солай тағуыңыз керек. Яғни жалпақ жағы бандаждың арт жағыңызға кетеді. Салғымнаны бандаж деп елестететін болсақ, ішіңіздің астына жабыстырасыз, екінші жағында ішіңіздің астына жабыстырасыз. Яғни сіздің жатырыңыз және де ішіңіз қысылып тұрмауы керек. Қыздар, егер де сіз бұдан басқа пайдалы медициналық құнды ақпаратты алып отырғыларыңыз келсе, менің Instagram парақшама немесе Telegram парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады. Ол жақта мен күнделікті пайдалы ақпаратпен бөлісіп отырамын. Қыздар, бүгін сіздермен бөліскім келген ақпарат осы, сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Қыздар, комментарийға сіз босанғаннан кейін ішіңізді байладыңыз ба, байламадыңыз ба, сізге ыңғайлы болды ма, ыңғайсыз болды ма, бөлісе отырыңыздар, барлығымызға қызық болады деп ойлаймын. Және де қыздар, әлі күнге дейін каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелу кнопкасын, подписаться кнопкасын басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, қыздар. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк қоюды да ұмытпаңыздар. Сіздердің тәжірибелеріңізді комментарийда күтемін, міндетті түрде оқып шығатын болам. Назарларыңызға тағы да рахмет, қыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.